Міне мен мұғалімға кірдім, міне жаңа мен жаздым ғой, маған көмек керек болып жатыр, маған үлкен сыныптың оқушылары тиісіп жатыр деп. Сонда сіз осылай хабарламаны аласыз, содан кейін осы хабарламаға жауап бере аласыз. Таныстым деп жауап бере алсаңыз. М, Осылай жауап бере аласыздар. Енді Bir ә, оқушының жазғаны барлық мұғалімге бара ма сонда? ал Bir оқушының жазғаны барлық мұғалімге бара ма сонда? барлық мұғалім болғанда осы жүйеге тіркелген мұғалімдер ғой, сол тіркелген мұғалімдерге барады, Енді барлық бір мұғалім бізде емес. енді мектептің барлық мұғалімі тіркеледі ғой бұл жүйеге. Сонда Мгм. Және де бәрі көріп қызметкер. отырады. Ондай жағдайда бала жазбайды ғой, бәрі көретін болса. Бізде бұндай жағдайда жазбайды. Сол үшін және мен алдында түсіндіріп өттім ғой, оқушыларға біз арнайы мамандар көмектеседі деп енді біз ұсынамыз. Оны сіздер енді мұғалімдер өздері енді психолог қой, енді мұғалімдер өзі педагог, соны ақырындап оқушыларға жеткізе. Яғни мұғалімдер алады, сен неге жаздың, сен бұл туралы неге жазасың деген ондай қысым енді мұғалімдер жасамайды ғой енді оқушыларға. Сондықтан мұғалімдер өздері педагог болғаннан кейін оқушылардың жаңағы мінез құлықтарын білгеннен кейін жайлап түсіндірулеріңізді біз ұсынамыз осы жүйеге. Яғни осы жүйе арнайы осылай жасалған, яғни оқушыларға көмек көрсету жүйесі. Онда оқушылардың жаңағы Кейіндер осы өсімдіктің ДНК мен өзара әрекеттесіп, оның әртүрлі нәруыздарды түзуіне осы оқушылар жаңағы осы жүйеге сену керек, иә, біздің басты мақсатымыз. Өйткені біз білмейміз ғой, мысалы қандай оқушылардың іш ойында не бар екенін. Мысалы біз мұғалімдер ашық сұраса айтпайды, иә, мысалы кейбір оқушылар. Сондықтан осы может жүйе арқылы сіздерден көмек сұрайтын шығар. Сондықтан біз оқушыларға жайлап түсіндіру керекпіз. Енді білмеймін, мен мысалы мұғалім маман емеспін. Өздеріңіз енді мұғалім, тәжірибелік мұғалім өздері біледі ғой, енді қаншама тәжірибе бар, балалармен жұмыс істеп жатыр, иә. Сондықтан жайлап түсіндірсеңіз деген ұсыныстарымыз бар біздің. Ең басты ұсынымыз осы мұғалімдер, яғни осы жүйе арқылы оқушылар көмек сұрасаңдар болады. Яғни осы жүйеде сендерде іштерінде мысалы мазалап жатқан қандай да бір сұрақтар болса, арнайы мамандар көмектеседі, қорықпасаңдар болады. Ол үшін сендерге ештеңе болмайды деп. Иә, сонда сіздер жаңағы оқушы мен мұғалім арасындағы жаңағы отношение дейміз ғой, қарым қатынас түзеу болады. Сонда сіздер біліп отырасыздар, ана оқушыда қандай сұрақтар мазалайды, мына оқушыларда қандай. Мысалы кейбір жағдайлар болады ғой, мысалы мұғалім мен оқушы, мысалы мұғалім білмейді, ол барып ата анасына айтты дейік, иә. Ата анасы келіп шу шығарып жатады мектепке, мысалы менің балам ана мұғалім жөндеп түсірмепті, бірдеңе бірдеңе деген мысалы, иә. Мен енді мысал ретінде айтып отырмын, иә. Сол оған дейін ата анаға жеткізбей, сол мұғалім мен оқушы арасындағы қарым қатынасты түзеп, яғни оқушылар мұғалімге сену керек, иә. Мысалы қандай да бір қиын жағдайға тап болса көмек сұрай білу керек. Бізде қазіргі жағдайда қандай, бізде оқушылар мұғалімдерден көмек сұрай алмайды, қорқады, иә. Мысалы қазір маған ұрысып береді, әлде қандай да бір там басқа бүйтеді дегенде, иә. Сондай жағдайға әкелмеу үшін, яғни сенім болу керек мұғалім мен оқушы арасындағы. Соны арнайы жаңағы құрметті мұғалім қауымы өздеріңіз оқушыларға жайлап түсіндірсеңіздер. Егер де сіздер мұғалімдер көреді, бәрі көреді деп айтсаңыздар, ешкім бұл жүйемен онда қолданбайды. Бұл осы жүйенің жаңағы басты модулі, сос батырмасы болып келеді. Мысалы мұғалімдерге де біз арнайы жасадық осы жүйеде, ешқандай да жаңағы толтыру жұмыстары, иә, жаңа қағазбастылық деген онда ешқандай да берілмеген, бәрі дайын осы жүйеде. Жаңа берілген тақырыптарды күндерін қойып немесе қоймай, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қай күн өткіземін, қай тақырыпты өткіземін деп өздеріңіз білесіздер. Сол мысалы қандай да бір мәселе болып жатса, сол мәселеге байланысты осы тақырыпты өтсеңіздер болады. Бұл осы жүйедегі тақырыптар өмірде жаңағы біз сабақта өтілмеген тақырыптар, мысалы лудомания дейік, иә. Лудомания туралы бізде оқушылар жаңағы интернеттен көріп жатады, иә. Бұл жүйеде, мысалы адал бала жүйесінде лудомания туралы ол себеп салдарын, тәуелділікке әкелетін, және де лудомания мысалы жоғарғы оқу сыныптарына нақты жаңағы болған оқиғалар да беріледі осы жүйеде. Яғни бір бала осы лудоманияға кетіп қандай жағдайға тап болды деген барлық осы мағлұматтар берілген осы жүйеде. Сондықтан сіздер жұмыстарыңызды жеңілдету үшін арнайы жасалған осы жүйе.
Енді мен осы түсіндіру жұмыстарын сіздерге түсіндірдім. Бізде енді 5 минуттай уақыт қалды, 4 минуттай ма? Егер де сұрақтарыңыз болса, осы дауыстарыңызды қосып сұрай берсеңіздер болады. Осы Қазалы ауданына бізде бүгін тағы да 2 рет түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Яғни қазір мысалы қосыла